Кешегі шыққан видео Путиннің Қазақстанға келетіні туралы қазақ тілінде шықты, сонда жұрт оны қатты қолдады. Ол қазақ тілінде болғанына ғана емес, тырысқаныма сіздердің қолдағандарына алғыс білдіремін. Енді екінші видеоны шығарып, саяси жағдайымыз туралы, ол біздің қазақ тілі туралы латын әліпбиге көшуі туралы болады. Өйткені оның бір қызық саяси тарихы бар. Егер бәріңіз білесіз, қазақ тілінің бірінші латын әліппесі 1929 жылда қабылданған. Кейін 1940 жылда ол орыс әліппесіне көшкізді. Және сол көшуі, бір қызын айтайын, бір жыл ғана алды. 41 жылда бүкіл әдебиетіміз бәрі сол орыс тіл әліпбиде болды. Ешқандай кедергі болған жоқ. Енді Сталиннің басқарғаны қалай болған бәріміз білеміз. Бірақ жалпы менің ойымша, мен өзім 5 тілде сөйлеймін, және қазақ тілін ең жеңілі бір жағынан менің ойымша ол латын әліпбиде. Қазірде қарасақ, Астана Моторс десек, саясат десек, қалай жазбасақ та, оны әсіресе жастардың арасында латын әліпбиінен оқи алмайтын адам жоқ шығар. Сонда неге көшпейміз? Жуырда Түркістан қаласында түрк елдерінің одағы жиыны өтті. Оны көп сарапшылар байқамай, Эрдоганның, Түркияның президентінің сөздері болды. Ағайын, енді бәріміз бір ортақ әліпбиге көшейік. Естеріңізде болатын шығар, 2024 жылда Баку қаласында түрк елдерінің арасындағы ортақ латын әліппесі қабылданды. Сол кезде көбісі жазды, енді қазақ тілі сол латын әліпбиге көшетін шығар. Бірақ әлі күнге дейін 1,5 жыл өтті, ешқандай жалғасуы болған жоқ. Неге? Өйткені ол өте саяси мәселе. Ол тек қана ыңғайсыздығына жоқ. Өйткені тарихымызға қарсақ, араб әліпбиімен жаздық, латын әліпбиімен